Баршаңызға сәлем. Бүгін біз дүниежүзі тарихынан кезекті бейне дәрісімізді түсіретін боламыз. Жалпы бүгінгі айтатын тақырыбымыз ол 5 және 10 ғасырлардағы Византия империясы болып табылады. Енді біз алдыңғы дәрісте Батыс Рим империясының құлауы дәрісімізде Рим империясының екіге бөліну туралы ақпарат беріп өткен болатынбыз. Яғни соны кішкене тағы да қайталап өтер болсақ, яғни бізде Батыс Рим империясы жалпы 476 жылы құлайды, ал 395 жылы біз Римнің екіге бөлінгені туралы білгенбіз. Яғни бірінші Феодосий император қайтыс болғаннан кейін ол Римді екі баласына бөліп берген болатын. Оның батыс бөлігін Ганарий деген ұлына, ал шығыс Римді Аркадий дейтін ұлына бөліп берген болатын. Енді осы біз бүгінгі дәрісімізде Шығыс Рим империясы, яғни Византияның тарихымен танысатын боламыз. Ол Аркадийге дейін бізде Константин атты император осы Шығыс Римнің императоры болып жарияланған болатын. Рим императоры ол Константин 324 жылы Астананы Рим қаласынан Босфор бұғасындағы Византий деген шағын қаласына көшіріп, осы 330 жылы осы қаланы ол Константинополь деп атаған болатын. Яғни бұл Константинополь қазіргі Түркиядағы Стамбул қаласы болып табылады. Константинополь деп, Византия, ескі Астана Византия болса, осы 330 жылы ол қаланы Константинополь деп атаған болатын. Яғни Константинополь деген ол Константин қаласы деген мағынаны білдіреді. 395 жылы Рим империясы екіге бөлінеді. Батыс Рим империясының астанасы Рим қаласы болып қалады. Шығыс Рим империясының астанасы Қара теңіз бен Жерорта теңіздің түйіскен аймағындағы Константинополь қаласы болып табылады. Яғни бастап кезде атауы Византий деп айтқан болатынбыз 324 жылы, ал 330 жылы осы Шығыс Римнің астанасы Константинополь қаласы болған болатын. Бұл Константинополь қаласы картадан қарап отырсақ, Еуропадан Азияға, Қара теңізден Эгей теңізіне апаратын аса маңызды сауда жолдарының түйісінде орналасқан еді. Шығыс Рим империясы тарихта Византия империясы деп аталады. Аумағына келер болсақ, Шығыс Римнің ол Еуропа аумағы, Африка және Азия материктерін 3 материкті де қамтамасыз етіп отырған болатын. Оның ішінде мысалы Балқан түбегі Грекиядағы, қазір Грекия мемлекетінің негізгі орталығы, кейінгі Грекия империясының негізгі құрылысы осы Балқан түбегі, Кіші Азия, Түркия, яғни одан кейін Сирия, Палестина аймақтары, Египет аймағы және Қос өзен, яғни Месопотамия аймағы, сонымен қатар Кавказ аймағы және Жерорта теңізі, Жерорта және Қырым жерлерін алып жатқан болатын. Византияның халқы әртүрлі болды. Оларға осы аумақтардың құрамындағы барлық халықтар кірді. Олардың ішінде гректер, еврейлер, арабтар, иллирийліктер, дактар, армяндар, грузиндар сияқты халықтар болған болатын. 7 ғасырға дейін Византияда латын тілі қолданылған болатын, ал кейін 7 ғасырдан кейін грек тіліне ауысқан болатын. Одан кейін бізде Константинополь шығыс пен батыс арасындағы алтын көпір атылған болатын. Шығыс Рим империясы ерте орта ғасырда батысынан әлдеқайда бай болды. Византияда тіршілігі қайнап, қолөнері дамыған, сауда орталығына айналған қалалар болды. Олар Александрия, Иерусалим, Константинополь, Антиохия сияқты дамыған қалалар еді. Византияны астықпен қамтамасыз етіп отырған елдер олар Мысыр, яғни Египет және Фракия мемлекеттері болған болатын. Византияда салықтың негізгі түрі жер салығы болды. Салық төлеушілердің қатары 15 жыл сайын тексеріліп, реттеліп отырды. Мемлекеттік қазынаға жалдамалылар да, құлдар да салық төлеген. Одан кейін Византияда осындай ұғымдар бар. Олар намисма, геральдика және фреска атты ұғымдар. Енді намисмаға келер болсақ, Византияның алтын ақшасы намисма деп аталған болатын. Ол намисма барлық елдерді сол кездегі халықаралық валюта рөлін атқарған болатын осы Еуропа аймағында. Одан кейін бізде геральдика ұғымы, яғни геральдика қазіргі кезде елтаңбалардың, жалпы таңбалардың мағынасын зерттейтін ғылым болып саналады. Алғаш рет осы таңбалар осы Константинопольде, Византияда көбірек кездескен болатын. Фрескаға келер болсақ, фреска дегеніміз кеппеген дуалға салынған сурет. Храмдардағы икондар Құдайды, әулиелерді, қасиетті кітаптан алынған бейнелер мен
безендірілді. Яғни икондар дегеніміз осы құдайлардың бейнелері деп айтсақ болады. Ал фреска ол жалпы дуалға салынған суреттер болып табылады. Енді Византияда қазір көптеген икондар салынған болатын, және олар кейін біршама қақтығыстарға да әкеліп соққан болатын. Енді Юстиниан Византияның негізгі әйгілі императоры, ол Юстиниан бірінші император болып табылады. Ол 527 және 565 жылдар аралығында өмір сүрген. 6 ғасырда Византияның қуатын арттырды. Ол Рим империясының қалпына келтіру үшін күрес жүргізген болатын. Христиан дінін мемлекеттік дін деп жариялады. Ол 532-537 жылдары Константинополь қаласында, яғни Византияда, ескі Византия қаласы, қазіргі Константинополь қаласында Әулие София храмын салғызған болатын. Яғни 5 жыл бойы осы Әулие София храмын салғызған. Мына суреттегі осы Әулие София храмы, мынау ішкі бөлігінің суреті. Одан кейін 534 жылы бірінші Юстиниан тұсында солтүстік Африкадағы вандал тайпасын талқандаған болатын. Ал 535-555 жылдары Италия және Испания үшін астгот-вестготтар мен, ал 554-562 жылдары Иранмен соғысқан болатын. 6 ғасырдың аяғында Византия шіркеуінің ең жоғарғы басшысы Константинополь патриархы болған болатын. Оларға жер беріліп, салықтан босатылды. Юстиниан билігі кезінде азаматтық құқықтар жинағы қабылданған болатын. Ол заңдар императордың шексіз билігін, қол иеленушілік құрылысты нығайтуды, меншік құқығын қорғауды көздеді. Сондай-ақ жеке меншікті қорғау, мұрагерлікті реттеу, отбасы құқығын сақтау, сауда-саттықты дамыту жолдары тұжырымдалады. Заң империяны ортақ басқаруды нығайтып, экономикалық дамуға өте ықпал еткен болатын. Византияның, яғни Шығыс Римнің Батыс Римнен бір айырмашылығы олардың жаңағы заңының болуы болған болатын, яғни азаматтық құқықтар жинағының болуы. Византия империясының негізгі тұрғындары ерікті шаруалар қауымынан құралған болатын. Византияның әлеуметтік қоғамдық құрылымы, ең алдымен император ұғымы. Византияда бір адамның билігі шексіз болып, монархиялы түрде басқарылды. Яғни монархия дегеніміз ол бір адамның шексіз билігі. Барлық үкімет билігі Василевстің, яғни императордың атауы Василевс, қолына жинақталды. Император құдайдан ғана кіші, құдайдан кейінгі бірден бір басшы болған болатын. Василевс сот міндетін, заңдар шығарды және әскерді басқару қызметтерін атқарған болатын. Император билігін мұрагерлікпен иелену заң жүзінде бекітілмеді. Сондықтан шамасы келген бүлікшілер жеңіске жетіп, тақты басып алса, яғни императорды өлтіріп, заңды мемлекет басшысы болып шыға келетін. Келесі ұғым сенат. Византия империясында мемлекеттік қызметтің 3 түрі қалыптасты. Олар әскери, азаматтық және сарайлық. Мемлекеттің тағдырын әскери емес, азаматтық билік шешіп отырды. Императордың кеңесші органы сенат деп аталды. Азаматтық билік әскери биліктен бөлінді. Келесі димдер ұғымы. Византия қоғамында димдер деп аталатын саяси партиялардың ықпалы зор болды. Әсіресе венеттер, яғни жасылдар мен прасиндер, көктер партиялары ерекшеленді. 532 жылы осы партиялардың басшылығымен Ника көтерілісі болған болатын. Яғни Ника сөзі жеңу деген мағынаны білдіреді. Бірақ та осы көтеріліс императордың ықпалымен басып, осы партияларды жазалаған болатын. Одан кейін иконалық қозғалыс. Енді бұл жерде мектеп бағдарламасында айтылмайтын ақпарат, ол 726 жылы 3-ші Лев иконаларға тыйым салады. 100 жылдан астам уақытқа созылған бұл дау 843 жылы иконаларды ресми қалпына келтірумен аяқталды. Бұл оқиға шіркеу мен мемлекет арасындағы күрестің прецедентін қалыптастырды. Ал мектеп бағдарламасында айтылатын ақпарат, ол 8-9 ғасырларда Византияны иконға қарсы күрес әлсіреткен болатын. Ол шіркеу байлығына, дінбасыларына қарсы халық наразылығы болатын. 843 жылы иконға табынушылық қайта қалпына келтіріліп, күрес нәтижесі аяқталды. 6 ғасырдың аяғында Юстиниан тұсындағы державаның 1/3 бөлігі қалған. Қол иеленуші империядан феодалдық мемлекетке айнала бастады. 9-11 ғасырларда Византияда феодалдық құрылыс түбегейлі орнықты. Яғни осы иконалық қозғалыс дегеніміз жаңағы дінбасыларға қарсы, жалпы әулие құдайдың бейнелеріне қарсы қозғалыс болған болатын. Өйткені олар көп жағдайда халық ондық салық төлеп отырған болатын шіркеуге. Ал шіркеу өте
байып халыққа үстемдігін жүргізіп отырған болатын. Осылайша бізде икона қозғалысы басталады. Алайда 843 жылы иконға табынушылық қайта қалпына келтіріліп, халық жазаланады. Ал бұл иконға қарсы қозғалыс өз кезегінде Византия империясын өте қатты әлсір еткен болатын. Юстинианның тұсындағы бүкіл империяның 1/3 бөлігі ғана қалған болатын. Одан кейін бізде жалпы Византияның сыртқы саясатына келер болсақ, алғашқы кезде ол ғұндармен байланысты, яғни 447-448 жылдары Аттила, яғни Еділ басқарған ғұндар Византияға жорық жасап, оны салық төлеп тұруға мәжбүр еткен еді. Қара теңіз жағалауында ғұндар билігі күшейіп, 40 жылдары ғұндар Константинопольді басып алу қаупін туғызды. Византия билігі дипломатиялық бітім шартымен Аттиламен келісімге келген болатын. Одан кейін келесі славяндардың шапқыншылығы. 6 ғасырдың аяғына қарай Византияға славяндар шабуылдай бастады. Яғни біз алдыңғы дәрісте өткенімізде герман, славян, кельт тайпалары осы жалпы Римге қауіп төндірген болса, ал енді германдықтар ескі Рим, яғни батыс Римге қауіп төндірсе, ал енді славяндар олар Византияға қауіп төндірген болатын. Славяндар Македония, Грек, Балқан түбегінің солтүстігін алады. 7 ғасырдың 70 жылдары немесе 680 жылы нақтырақ Византияның солтүстік шығыс бөлігінде алғашқы славян мемлекеті Болгария құрылған болатын. Оны Аспарух хан құрды деп те жатады. 860 жылы орыстар мен Византия келісім жасады. 907 жылы Константинополь түбінде грек отының көмегімен византиялықтар орыстарды талқандаған болатын. 10 ғасырдың 80 жылдары Киев Русі, Мараф мемлекеті Византиядан христиан дінін қабылдап, осы Киев Русі мен Византияның арасындағы қарым-қатынас жақсарған болатын. Яғни мұндағы грек оты дегеніміз ол қару-жарақтың бір түрі. Одан кейін готтардың шапқыншылығы, яғни герман тайпалары шығыс Римге де қауіп төндіреді. 5 ғасырдың екінші жартысында Византияны готтар мәселесі көп мазалады. 467 жылы Византия дипломатиясы Батыс Рим империясының тағына өз ықпалындағы императорды отырғызып, готтарға қарсы бірлесе күресу мүмкіндігіне қол жеткізген болатын. Яғни шығыс Рим империясы ол Батыс Рим империясына өзінің тұлғасын қойып, екі мемлекеттің әскерлері бірігіп готтарға қарсы күш біріктіреді. Одан кейін арабтардың шабуылы 7 ғасырдың 30 жылдарынан бастап Византияға арабтар қауіп төндірді. Арабтар Византиядан бай жерлер Сирия, Палестинаны, жоғары Месопотамияны және Египетті немесе Мысырды тартып алған болатын. 7 ғасырдың соңында арабтар Византияның солтүстік Африкадағы жерлерінде басып алды. Тек 8 ғасырдың ортасында ғана Византия арабтарға қарсы күресте сәттілікті иеленіп, Сирияны қайтарып алған болатын. 7 ғасырдың соңында арабтар Византияның солтүстік Африкадағы жерлерінде басып алды. Аймақ халықтарының жоғары алым салыққа наразылығын арабтардың Византияны оңай басып алуының себебі болды. Яғни картадан қарап отырсақ, осы ақпараттарды картадан қарап түсініп алсақ болады. Мысалы, солтүстік Африкадағы жерлерді византиялықтар вандалдардан қайтарып алса, одан кейін арабтар осы Византиядан тартып алған болатын. Сирия, Палестина аймақтары, жоғарғы Месопотамия, яғни қос өзен аймақтары бастапқы кезде бізде Византияның құрамында болады. Алайда арабтар 70 ғасырдың 30 жылдары өздеріне тартып алады. Қандай ақпарат бар? Шамамен осы. Ал бізде 8 ғасырдың ортасында, яғни 750 жылдары Византия арабтардан Сирияны қайтарып алады. Енді византиялық әскери стратегиялар. Сонымен қатар Византияға бізде аварлар атты тайпа қысым көрсеткен болатын. Яғни аварлар дегеніміз біз алдыңғы Қазақстан тарихынан түрік қағанаты өткен кезде олар жужандар ретінде таныс болған болатынбыз. Енді аварлар осы батыс деректерінде осы жужандарды аварлар деп кездестіреді. Енді осы аварлар 6 ғасырдың ортасынан Византияға аварлар қауіп төндірді. Аварлар ғұндардан кейін Паннонияға, орталық Азия даласынан түркілердің қысымнан кейін келген. 6 ғасырда түрік қағанаты күшейіп, Орта Азияны жаулап алғаннан кейін қағанат Ұлы Жібек жолының басым бөлігінде бақылау орнатты. 6 ғасырдың ортасынан бастап Византияға аварлар қауіп төндірді. Аварлар ғұндардан кейін Паннонияға, орталық Азия даласынан түркілердің қысымнан кейін келген. Византия тарихшылары аварлардың әскери ұйымдық деңгейінің жоғары екендігін көрсетеді.
аварлардың қару-жарағының кейбір белгілерін византиялықтар өздерінің атты әскеріне қабылдады. Енді түрік қағанатында Византиямен сауда байланыстарын орнату қажет еді. Түркілердің бұл ұмтылысына Иран кедергі келтіреді. Осыған орай 568 жылы Истеми, яғни Дизабул қаған соғды көпесі Маниахтың басшылығымен Константинополь қаласына елшілік жібереді. Келіссөздер нәтижесінде Византия императоры 2 Юстин мен түркілер арасында, яғни Иштеми арасында Иранға қарсы бағытталған сауда және әскери келісімде жасалды. Иранға қарсы әскери одақ құрылды. Келісімнен кейін Иран түркі қағанатына жыл сайын 40 000 алтын динар төлеп, саудасына кедергі жасамауға міндеттенген болатын. Енді қосымша ақпараттарға келер болсақ, ол Византияның экономикасы мен сауда жолдары 400 жыл бойы Константинополь тұрақты сауда орталығы ретінде жұмыс істеді. Еуропа, Азия және Африкамен сауда байланыстары дамыды, яғни бүкіл 3 континентті қамтып жатқан болатын. 1000 жылдан астам алтын намисма монетасы халықаралық валюта ретінде қолданылды. Константинополь жібек жолының батыс терминалы болды. Алтын намисма монетасы Еуропадан Қытайға дейін сенімді валюта ретінде қабылданды. Ипподром маңындағы базарлар мен кеден жүйесі мемлекет қазынасын толтырып отырды. Қорытындылай келе 5-10 ғасырлардағы Византияның тарихи маңызы, заңды мұрасы, яғни жаңағы Юстинияның азаматтық құқықтар заңдары Еуропаның маңызды заңының бірі болып саналады. Одан кейін діни мұра, православия шіркеуі славян халықтарына тараған болатын. Яғни жаңа айтып өткеніміздей Византиядан Киев Русі мен маравтар христиан дінін қабылдаған болатын. Одан кейін мәдени мұра, өнер мен сәулет ренессанске жол ашты. Яғни жаңағы Әулие София храмының өзі өте маңызды құрылыс болып саналады. Одан кейін білім мұрасы, грек классикасын сақтап басқа жеткізді. Жалпы Византия, Рим мен Ренессанстың арасындағы алтын көпір, оның мұрасы бүгінгі еуропалық өркениеттің іргетасында жатыр. Осылайша біз бүгінгі 5-10 ғасырлардағы Византия тақырыбымен таныс болған болатынбыз. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Сау болыңыздар.